Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге бір жақсы сайт жайлы айтатын боламын, және де ол сайттан бізде шынымен де мүмкіндік бар жақсы ақша табуға. Сол себепті видео міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер, сол кезде барлығын түсінесіздер. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып қоюды да ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, бұл сайт Super Social деп аталады. Бұл сайт жайлы мен алдыңғы видеолардың бірінде толық түсіндіргем. Қалай осы сайттың монетасын табуға болады, қалай бұл сайтты қолдануға болатынын барлығын түсіндіргем, қалай ақша табуға болатынын бұл сайтта. Ал енді бұл жерде дәл қазір өте үлкен розыгрыш болып жатыр. Сол розыгрышқа бізде қалай қатысатынымызды және де қандай мүмкіндіктеріміз бар екенін сіздерге айтып беретін боламын. Менде валютта қарайтын болсақ, қазір 492 монета жатыр, одан кейін $25. Ол 492 монета $25 болады деп көрсетіп тұр, бірақ бұл монета әлі сатылымға шықпаған, яғни мен бұл монетаны сата алмаймын. Ең бірінші біз не істейміз? Бірінші swap деген жерге кіреміз. Осы жерде бізде Манчестер мен Интердің ойыны тұрады. Бұл розыгрышқа қатысты нәрселер. Сол Манчестер мен Интердің қайсы ұтатынын swap етеміз. Болды, мен қазір swap ете алмаймын, себебі swap етіп қойғам мен. Swap деген жерге кіретін болсақ, міне тұр. Мен бүгінгі swap'тарым арасында міне Манчестер Сити мен арқашамыз, міне Манчестер Сити мен Интердің ойын тұр. Мен Интерге +1-на swap бергем. Ол не үшін? Ол просто так. Мен өзім солай ойладым, солай бердім. Негізінде әрине Манчестер үлкен крупный шотпен де ұтуы мүмкін. И swap деген жерге кіреміз. Сосын міне розыгрыштың сурет тұр. Осы розыгрыш басамыз. Бұл жерде біз не істеуіміз керек? Бұл жерде осылардың барлығы жазылып тұр. Бізде холдта 100 монета болуы керек. Менде 492 монета бар, келеді. Одан кейін осылардың твиттеріне қосылуымыз керек. Мен бұлардың твиттеріне қосылып қойғанмын. Міне флоу тұр менде. Алатшамыз. Одан кейін лайк, ретвит жасауымыз керек постты. Одан кейін Манчестер мен Интердің ойынына swap жасап, қайсы ұтатынын көрсетуіміз керек. Міндетті түрде скриншот жасау керек. Сол себепті скриншот комментарийға жазу керек. Твиттердегі посттарының қазір мен сіздерге көрсетем. И сол үшін мен скриншот жасадым. Бұл жерде не ұтуымыз мүмкін? Қараңыздар. 10 адам байқаусызда 10 special NFT и 100 мың монетадан ұтады. Ол 10 адам. Ал дұрыс swap жасағандардың барлығы 500 монета, бір uncommon NFT ұтады. Дұрыс swap жасаған деген қалай? Дұрыс swap жасаған деген бұл кім ұтатынын тапқан адам. Ал 200 монетадан барлығы қатысқан адамның барлығы ұтады. Енді join now басамыз біз. И осы жерге осы постты ретвит жасаймыз, сосын лайк басамыз. Мен ретвит жасап қойым, лайк бастым, одан кейін комментарияға жаңағы скриншотымызды қалдырамыз. Қазір мен тест істеп шам. Міне қараңыздар, мен барлығын жасап болдым. Бұл жерге біз твитке, яғни комментарияға өзіміздің сол сайтқа тіркелген Gmail почтамызды немесе сол сайттағы пригласительный кодымыз жазуымыз керек, яғни реф кодымызды жазуымыз керек. Мен өзімнің Gmail почтам жаза салдым. Одан кейін сол скриншот қалдырдым. Міне Манчестер Сити мен Интердің ойыны +1 деген сияқты. Міне мына жерде көре аласыздар, барлығы Манчестер Сити -1. Бұл жерде почти 100% Манчестер Сити -1. Мен байқамай Интер +1 алып жүргем. Ештеңе қылмайды. Кім біледі, мүмкін олар реплей басамыз. И все. Көргендеріңізде мен бұл жерге өзімнің постымды тастап кеттім комментариясына, және де ретвит істедім, лайк істедім, барлығын істедім. Яғни мен барлығы заданияларды орындап шықтым. Енді біз тек қана күтеміз розыгрыштың болғанын, яғни матч біткеннен кейін розыгрыштардың жауабы шығады.